Қар қояны. Даланы қалың қар басып қалды. Қоян қардың үстімен келеді. Айналада қар басқан жерде тыныш тұрған үлкен ақ қаладан басқа ешкім жоқ. Қоян ақ қаланың алдына барып бетіне қарады. Үлкен сәбізден жасалған дәу мұрын көреді. «О, мынау қандай керемет! Мен сәбізді жақсы көремін!» деп айтты да, сәбізді қатты жегісі келеді. Қояндар сәбізді сөйтіп жейтінін бәріміз білеміз. Ал мынау не? Мұрны ұзын ғой. Оны аздап қысқартсам әдемі болады, деп ойлап, ақ қалаға жақындайды. Аяқтың ұшымен тұрып, сәбізден кішкене ғана тістеп алады. Қандай дәмді, тәтті, деп қуанады. Тағы тістегісі келіп, өзін ұстай алмады. Қоян рахаттанып сәбізді жеді. Сосын ақ қалаға айтты: «Сенде қысқа әрі әдемі мұрын болады». Ол сәбізді қуанып жеп қойды. Бірақ тым кішкентай ғана бір бөлігі қалды. Ал ұзын мұрын келте болып қалды. Қоян мұрны келте ақ қалаға қарап, анасының айтқан сөзі есіне түсті. «Ешқашан біреудің тамағын жеме». Сәбізді жеп қойғанына қатты өкінді. Енді ақ қаланың иесін күтіп, оған шындықты айтуым керек. Ол мұздай жерде тұрып, көп күтті. Ешкім келмеді. Сонда да ол күтіп тұрды. Кенеттен оған бір ой келді. Ол қардан 2 уыс алып, ақ қаланың басына 2 ұзын құлақ жасады. Сосын аузын жасап берді. Кейін сәбізді жеп қойды. Енді ақ қала қар қоян болып қалды. Ақ қаланың егесі енді біледі, сәбізді мен жегенімді, деп ойлады қоян. Ол жеңілдеп қалғанын сезіп үйіне қайтты. Келесі күні қоян есігін ашып, таң қалды. Есігінің алдында бір себет сәбіз тұр. Жанында бір жазба бар. Біздің адал және сүйкімді кішкентай қоянымызға сенің достарын ит Вонг Вонг пен мысық Фей Фей деп жазылған екен.